Баршаңызға сәлем, сіздермен дәрігер Дина Мұқатай. Бүгін сіздерге жүрек саулығы жайлы маңызды тақырыпты қозғаймын. Медицина зерттеулеріне сәйкес, таңғы сағат 4 пен 10 аралығында инфаркт жиі кездеседі. Яғни не себептен таңертең жүрек көбірек зардап шегеді? Бұл сұраққа жауап беру үшін жүрек пен ағзада таңертең не болатынын бірге қарастырайық. Жалпы адам ағзасында таңғы уақытта жүрекке ауырлық түсіретін бірнеше физиологиялық өзгерістер болады. Инфаркт кезінде жүрек бұлшықетінің қанмен қамтамасыз етілуі кенеттен тоқтайды. Яғни жүрекке баратын артериялар бітелген кезде кеуде тұсында қатты ауырсыну сезімі, ол өз кезегінде күйдіру, жаншу сезімімен жүреді. Екіншіден, ауырсыну сол қолға, мойынға, иыққа беріледі. Сонымен қатар тыныс жетпеу, суық тер, мазасыздық, қорқыныш сияқты белгілермен жүреді. Сонымен инфаркттың таңғы уақытта жиі болу себебі таңертең кортизол гормонының деңгейі жоғарылайды. Барлығыңызға белгілі, кортизол бұл стресстік гормон. Ол өз кезегінде таңғы 6-дан 10-ға дейінгі аралықта ең жоғары деңгейге жетеді. Бұл гормон жүрек соғысын жиілетіп, қан қысымын арттырады. Нәтижесінде жүрекке түсетін жүктеме көбейеді. Яғни таңертең стресстік гормон өте жоғары деңгейде болғандықтан жүрекке нагрузка көп түседі. Инфаркттың таңертеңгі уақытта жиі болуының екінші бір себебі қанның қоюлануы. Жалпы адам түнде ұйықтаған кезде су ішпейді, яғни ағза сусызданады. Таңертеңгісін қан қоюланып, тромб, яғни қанның ұйындысы пайда болу қаупі артады. Егер бұл ұйынды жүрек артериясын бітеп тастаса, нәтижесінде инфаркт дамитын болады. Инфаркттың таңертеңгілік уақытта жиі болуының келесі бір себебі адам таңертең оянған кезде симпатикалық жүйке жүйесі белсенді түрде жұмыс атқаратын болады. Жалпы адамда симпатикалық жүйке жүйесі сыртқы ортаның қауіпті немесе шұғыл өзгерістеріне организмнің реакциясын басқарады. Мысалы, таңертеңгілік уақытта адам ұйқыдан оянып, кешігіп жатқанын байқап, орнынан атып тұрады. Осы сәтте жүрек қатты соға бастайды. Тыныс жиілейді. Таңертеңгі шұғыл қобалжу сәттерінен симпатикалық жүйке жүйесі белсенді болып, жүрекке әсер етеді. Таңертең адам оянған кезде симпатикалық жүйке жүйесі белсенді түрде жұмыс жасаған кезде артериялық қан қысымы көтеріледі. Екіншіден, жүрек жиырылысы күшейеді. Сонымен қатар қан тамырларының тарылуының нәтижесінде жүрекке оттегі дұрыс бармайды. Таңертеңгілік уақытта инфаркттың жиі болуының келесі бір себебі таңертеңгілік белсенділік. Адам оянып, төсектен тұрады, жуынады, асыға қозғалады. Кенеттен қозғалыс жүрекке күш түсіреді. Әсіресе ұйқыдан кейінгі тыныш жағдайдан соң бұл да жүректің жұмысын күрт арттырады. Жалпы 40 жастан асқан, артық салмағы бар, қан қысымы жоғары, темекі шегетін немесе холестерині жоғары адамдар ерекше қауіп тобындағы адамдарға жатады. Яғни инфаркт алу қаупі өте жоғары. Инфаркттың алдын алу жолдарына келетін болсам, яғни бұндай адамдар таңертең оянған кезде кенет тұрмау қажет. Ұйқыдан жай тұру, асықпай тұру қажет. Екіншіден, қан қысымын тұрақты түрде бақылау. Себебі жоғары қан қысымы жүрекке қосымша күш түсіріп, инфарктке алып келеді. Сонымен қатар барынша стрессті азайтып, одан сақтану қажет. Және де дәрігер белгілеген дәрілерді уақытылы қабылдау керек. Сонымен бірге таңертеңгілік уақытта қанды сұйылту мақсатында жылы су ішудің де маңызы өте зор. Қорытындылай келе, жүрек саулығы сіз үшін маңызды болса, таңертеңгі әдеттеріңізге мән беріңіз. Күніңізді жаймен, тыныш бастаңыз. Дұрыс тамақтанып, қозғалыста болыңыз. Бүгінгі берілген ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.